Сәлем достар, қалайсыздар? Сіздерді екінші сабағымызда көргеніме қуаныштымын. Бірінші сабақ өте жақсы деңгейде өтті деп ойлаймын. Сіздер үшін жақсы инсайттарды ала алды деген ниеттемін. Ал олай болса, бізде бүгін екінші сабағымыз одан сайын углубленно түседі, тереңдей түсеміз, өйткені сәл ауыр темаларды қозғайтын ниетіміз бар бүгінге. Енді қараңыз, блокноттарыңызды алып, давайте жазып отырыңыздар. Әрбір айтылған инсайтты қазір ғана жазып алмасаңыз, заметкаға хотя бы, ол ертең ауа болып ұшып кетеді, соны біліңіздер. Так, бүгінгі сабақта біз ақша табу жайлы, контент сфералары және клиент іздеудің нақты қадамдарын, ең бастысы личный бренд туралы айтатын боламыз. Олай болса, дайын болсаңыздар, let's go. Бәрімізде ақша болғанын қалаймыз әрине. Кейбірімізге ақша жетпей жатады, от зарплаты до зарплаты, немесе кейбірімізде бір жақсы тауып кетеміз, и потом уже сәл қуып кеткеннен кейін тағы да нольге түсіп кетеміз. Ал кейбірімізге ақша в достатке, но потологын тесе алмай жүруі мүмкін. Ал контентте де дәл ақшаға негізделіп қазір түсіндіріп өтемін. Контент 21 ғасырдың мұнай екенін білеміз. Алайда кейбір мобилографтар, СММщиктер, контент-мейкерлер кейбіреуі бір видеоға 50 мың алса, кейбіреуі 500 мың алады. Ол қалай? Сонда это же справедливо ма или нет? Сондай сұрақ туындауы мүмкін. Әрине, ол справедливо или нет екенін алдағы уақытта айтамыз. Бірақ та мына нәрсені түю керек. Қазіргі блогерлер болсын, эксперттер болсын, тек қана бұрынғыдағыдай жай видео түсіруге құмар емес. Оларға да продажаға әсер ететін, просмотрға әсер ететін, креатив, динамика, сценарий мен кіретін видеоларды қалайды. Біліміңізді өсіру арқылы сіздің чегіңіз 500 мыңға дейін көтеріле алады. 50 мыңнан. Қазір 500 мыңға сіз бір проектті алу өте невозможно болып көріну мүмкін. Ол қалай сонда? Мен бір рилстың видеосын 500 мыңға сатам ба? Нет. Сізде мынандай нақты қадам болу керек. Сіз пакет формуласын таңдайсыз. Пакеттің ішінде минимум 5 рилс, 10 рилс, 15 рилс, немесе под ключ 30 рилс деп бөліп алыңыз. И давайте по чесноку ішіне 5 рилстың ішіне қандай құндылықтар кіреді. 5 рилс так кетті. И плюс астында сценарийға көмектесу. Так, сценарий идеяға көмектесу. Так кетті. И потом уже съемка и монтаж. Базовый. Мысалы, бір рилстың бағасын, как рынокта қандай, мысалы, 15 деп алайықшы, 15 мыңға түсірдің, и 5-ке көбейтсең, 75 мыңдай ма, солай шықты, 75 мың. И ол адам 5 рилс заказ бергеннен кейін, ол жерде выгода көру керек. 75 мың емес, давай сен оны 60 мыңға түсіріп бересің. Чтобы жеке-жеке 3 рилс, 2 рилс деп жүрмей, сразу 5 рилсқа заказ беру үшін 75-тен 60 мыңға сен клиентің айтасың, 15 мың деген экономдайсың. Все кетті. Бірінші біздің пакетіміз. 10 рилсқа не бар? 10 рилс, сценарий, идеяға көмектесу, съемка, монтаж и плюс надан бөлек тағы да құндылықтар қосу керек. Біз қандай құндылықтар қоса аламыз? Актер іздеп тауып беру, немесе актриса іздеп тауып беру, потом уже локацияға, студияны іздеуге консультация беру, реквизит заттарына тоже консультация беру деген сияқты тағы да құндылықтарды қоссаңыздар болады. Бұл былайша айтқан кезде комплектация. Любой моментте тариф комплектация жүру керек. Тағы да қандай құндылықтар қоса аласыздар. Бэкстейдж мобилографпен тағы да сіздің Instagram парақшаңызды жүргізуге консультация беру, бір сағаттық тегін консультациямен кіреді деген сияқты. И дальше уже чектарыңызды 300 мыңға, 500 мыңға көтере бересіздер. Бір ғана клиенттің өзінен. Түсінікті болды ғой, сіздерге. Сіздің алдыңызға бір рилспен мен саған 500 мың төлейін деп келмейді. Сіздер дәл осы пакет формуласын қолданасыздар. Дальше уже сценарий, идея сама собой. Ол жерде туу керек ол идеяны. Конкретно прям отырып аласыздар да қиялға ерік беріп, кәдімгі натуре сіздің креативіңіз дамыған болу керек. Насмотренность артып отыру керек. Қазір көптеген блогерлер өзіне идейный контент-мейкерлерді іздейді. На долгий срокқа да іздейді. Оларға там 500 мыңнан, 400 мыңнан, 300 мың, немесе миллион теңге төлеуге дайын олар. Мысалы, мына видеодан ғана білуге болады. Сәлем, барлықтарыңызға қалайсыздар? Қазір съемкада бізде Ақерке ханым. Сізге бірнеше сұрақтар қойып өтсем. Сіз өзіңіздің блогыңызды қанша уақыттан бері жүргізудесіз?
2017-тен бастаған. Мықты. Инстаграмда. Хорошо. Ал қазіргі таңда сіздің контентіңізге қанша адам жұмыс істейді именно? Негізі в целом бір өзім жүрем, бірақ керек кезде мысалға качественный видео керек болса саған айтам, телефонға түсіретін болсақ өзім жинап алатын мобилографым бар, еще курс өтетін болса менеджерім бар, былай таратып жинап жүретін командам бар. Хорошо. И мынандай нәрсе бар да, контент-мейкер деген. Егер сіздің идеяларыңызды өзі жинап беретін, мысалға идея ұсынады сізге, и оның түсіруіне организациясына араласатын, организациясының бәрін реквизиттарын жинайды, и съемкаға, монтажға отвечать етіп беретін 3-4 жұмысты өзінің контент-мейкер ретінде бір адам өзінің мойнына алса. Ой, мен соны іздеп жүрмін. Сондай адам іздеп жүрмін. Нұрсерік оқытып берші. Шынымен бізде бөлініп кеткен ғой, ана ұйымдастырып беретін ассистент, түсіріп беретін мобилограф деген. И постоянно өзім күні бойы идеямен жүрем. Өзім 3 баламнан бөлек. Басымда идея қайнап атады. Маған идеяны жасап, пісіріп алып келетін, Аркеханнан түсірейікші деп ше, келіп өзі түсіріп алып кетіп, Аркехан жіберін деп монтажбен жіберіп тұратын готовый адам керек. Енді біз ондай клиенттерге, заказчиктерге қалай шығамыз? Жирный клиенттерге. Әрине, ең алдымен нетворкинг арқылы. Сіздің Instagram парақшаңызға қарай, контент жасауыңызға қарай, сіз жақсы орталарда, жақсы мероприятияларда өзіңізді эксперт ретінде мойындатып жүру үшін сізде контент болу керек. Дәл уже нетворкинг темасы. Менде мысалы мынандай кейс болды, 2 жыл бұрын бір нетворкинг кештерге барған кезде, VIP несін алдым, орын алған кезде жағында бір кісі отырды, и қарама-қарсы бір кісі отырды. Әңгімелесе келе өзімнің кім екенімді айтып, дәл сол жерде өзімнің услугамды сатып кеттім. Сол бір кісімен, мысалы мен 50 мың теңге VIP пакет орынды алғаннан кейін, и VIP қонақтарды ақша бар екенін білесің, конечно, и неме айналысатынын түсіндіріп отыра, сол адамнан 50 мыңнан, мысалы мен бірнеше миллиондарды сол бір ғана адамның проекттермен шығарып алдым. Ол 5 креатив түсіртеді, 10 креатив түсіртеді, 10 креативтен бір 5-6 рет, потом уже видео уроктарын 1-2 рет түсірткен. И дәл солай сізде нетворкинг кештерде өзіңізді ұсына білуіңіз керек. Схема солай. Нетворкинг кешке, нетворкинг орталарға жақсы ортамен араласып, өзіңіздің Instagram упаковкаңыз портфолио ретінде болады, и потом уже дальше өзіңізді сол жерде ұсынып сатасыз. Не пихать, а предлагать. И дальше уже, конечно же, личный бренд. Мен сіздерге айттым ғой жаңа, егер де личный бренд Instagram упаковка сізде маңырап жатқан болса, извините за выражение, но сізде нетворкинг кезінде де Instagram, қалай Instagram деген кезде сізді просто так елемейді. Сіздің айтып жатқан сөздеріңізді дәлелі ретінде, факт ретінде кетеді, и все. Сөзбен сындырдыңыз, сөзбен келістірдіңіз, и дальше Instagram вас говорит за дело, и дальше уже сделка. Вот сондай схемамен жұмыс істей аласыздар. Нетворкинг. И плюс ең маңыздысы личный бренд. Менің ортам мобилограф кезінде 100-150 мың тауып жүрген. И маған ол нормально болып көрінді, конечно. Но бірақ контент-мейкингке өткеннен кейін Құдайға шүкір, Алланың қалауымен табысымыз өсіп, ортамда да дәл сондай өзгерістер бола бастады. Негізі сен менің достарыңды айт, араласатын ортаңды айт, мен сенің кім екеніңді айтам деген бар ғой. Сол өте рас дүние. Сол үшін де өзіңізді окружать ететін адамдарға өте мән беріңіз. Қазірдің өзінде де мысалы сіздің достарыңыз сіздің темаңызға сай емес болып жатса, өзіңіздің енді граніңізді сақтап, өзіңізге қажетті бірге дамитын, едино мыслить ететін адамдармен араласқыңыз келеді ғой, әрине, бірге өскіңіз келеді, бірге дамығыңыз келеді. Бірақ та сіздің қазір достарыңыз кішкене керді тарту мүмкін, таныстарыңыз, подругаларыңыз, олардың интерестары мүлде басқа болуы мүмкін, Құдай сақтасын, бір клуб болуы мүмкін, немесе ішімдік болуы мүмкін, Құдай сақтасын. Но бірақ сіздің ойыңыз нық, сіздің ойыңыз өсу, даму болса, дәл сондай ортаға ұмтылу керек. Ондай орта қайда жүреді? Ізденіңіз. Мен шын айтам, ізденіңіз. Өйткені сіздің өміріңіз зависит от них. Сіз жай ғана өзіңіз ештеңе істей алмайсыз, жалғыздың үні шықпас. Сондай жақсы адамдармен танысыңыз, қалай да болса прорваться еттіңіз. Жақсы бір адам болса, Инстаграмнан тауып алып, хотя предлагайте встретиться и просто попейте чай. И дальше уже таныстық кетіп, сіздің ортаңыз кеңейе береді. Сіз сол арқылы заказ аласыз, соның достары арқылы, оның достары арқылы сіздерге жақсы заказдар түсе бастайды. Ал енді личный бренд деп барлық айтып жатыр ғой. Енді давайте по чесноку, қалай оны дамытамыз? Ол просто ассоциация.
Мысалға, жақсы контент-мейкер десе есіне именно сіз түсуіңіз керек. Жақсы SMM-шік деген кезде именно есіне сіз түсуіңіз керек. Жақсы футболист десе есіне Криштиану Роналдо түсу керек деген сияқты ғой. Мессилар, ренжімеңдер. Былай айтқан кезде әр саланың маманы деген кезде есіне сіз түсуіңіз керек. Ал есіне сіз қалай түсесіз? Егер де сіздің инстаграмыңыз просто ештеңе жоқ, тиктогыңыз ештеңе жоқ, ютубта ештеңе істеп жатқан жоқсыз. Сіз олардың көзіне қалай кіресіз? Әрине, солардың барлығын жасау керек. Неге жасамасқа? Жасау керек соны. Ең бірінші өзіңізді табу керек. Сіз кімсіз, қандай қызығушылықтарыңыз бен қалауыңыз бар, неден үміттісіз? Былай айтқан кезде позиционированияны реттеп алу керек. Сіздің қазіргі map, карта, сіздің позицияңыз белгілі болу керек. Мысалға, менің позициям бұл контент арқылы адамдарға шабыт беру, вдохновлять ету, оларды контент түсіруіне итермелеу. Ол менің блогымның позициясы. Ал менің жұмысымның позициясы бұл клиенттерімнің, бизнестің, Қазақстан экономикасында бизнестің мен видео арқылы олардың продажасын өсіре аламын, узнаваемостьін арттыра аламын. Менің қызметім арқылы, менің просто Құдай берген маған қабілет арқылы мен сол бизнестердің табысын өсіріп, немесе бірнеше адамдарға жақсы тауарларының, жақсы курстарының, жақсы услугалардың, қызметтерінің жетуіне септігімді тигізе аламын. Вот, менде блог бойынша и жұмысым бойынша екі позициям бар. Позиционирование. Сол бойынша мен уже контенттерді реттестіруім керек болады. Мысалға, мынандай адамдар болуы мүмкін. Мен не істерімді білмеймін, неден түсірерімді білмеймін, вообще қызығушылығым, мен вообще түсінбеймін, не істеймін, неден бастау керек. Мен жай жұмыс істеп жүрмін ғой, мен не түсіремін сонда деген ой болуы мүмкін. Но это әрине қиын тудыруы мүмкін бір саланың басын ұстамағаннан кейін, бірақ та сізге ең жақын салаларды қарап көріңіз. А может ол food блогинг, а может ол просто обзор заведений, а может просто бьюти сфера, косметика, кайф, ұнайтын шығар өзіңізге боянған. Енді жеке брендте эксперттілікті дәлелдеу үшін сол салада біз экспертності и трафик әкелетін контентті араластыруымыз керек. Экспертность деген ол ақылды әңгімелер, ақылды диаграммалар, ақылды сөздер, ол поучительные видео, экспертный рилстар. Ал ол 30% ғана болғаны дұрыс, и дальше уже 70% сізде трафик алып келетін, немесе сол сферада юмористический и более креативный лау бір рилс болғандары дұрыс. Ол өткен трафикті алып келеді, и дальше алып келінген трафик дегеніміз көптеген просмотрға кетіп қалса, сізге көп подписчик келеді. Это и называется трафик. Көптеген лидтар, немесе адамдар деген сияқты. Солар көбісі сүзіліп, сіздің 30% экспертностіңіз қарай береді. Тек қана 100% экспертностьпен сіз вообще алысқа шыға алмайсыз негізі. Ол өте қиын. Сол үшін 70 юмористический креативный рилстар, трафикке негізделген, и 30 экспертный. Сол жағын қарастырыңыз. И дальше уже сіздің не пайдаңыз бар. Егер де бір кісі дейді, былай дейді, егер де қоғамға түк пайдаң жоқ болса, хотя бы әдем болу керексің дейді да. Но бірақ оның рас па өтірік па екенін білмеймін. Бірақ та сіз аудиторияңызға не пайда бере аласыз? Соны бір ойланып көріңізші. Жай әшейін қыртым-сыртым әңгіме емес, давайте бір ойланып, соны реттестіріп көріңіз. Мен өткенде мен мынандай бір туториал үйрендім, и оны мен қолдандым. И менде осындай күшті нәтиже шықты. А давай үйренген нәрсемді қалай қолданғаныммен қосып, нәтижесін көрсетіп бөлісейін. Вот вам идея. Давай мен өткенде бір инсайт естіп қалдым. Сенің жаныңдағы 4 досыңа байланысты. Менде мынандай идея, сторителлинг болды, кейс болды. Мен өзімнің достарыммен бір ұрысып қалдым, и сөзге келмей қалдым. Олардың өткені ойы мынандай болды. Ойы қыздар, ойы тек қана клуб, тусовка, ау-мау. И мен ондайды қаламын. Дальше уже сторителлингпен өзіңіздің жақсы ортаға келгеніңіз айтып бересіз. Вот вам идея. Екінші идея ма? Осылай идея шыға береді маған. Потом не бар? Мысалға, мен энергетик дегенде 2 жыл болды ішпей жүргеніме. И вам не советую. Мынандай эксперимент дәлелдеу нәтижесінде энергетиктен бір еркек жүрегі тоқтап, бір жері істемей қалыпты деген сияқты бір эксперимент алып келуге болады. Өйткені өтіп жатқан нәрселер тоже сондай болуы мүмкін. Энергетик ішпе, мынаны бүйтпе деген сияқты. Сондай бір мотивационный вдохновение беретін контенттер де керек. Потом уже мына петличкаға обзор. Вот вам идея. Мына петличкаға обзор, дауыс қалай шығады, қаншаға алдым,
деген сияқты. Может, соңында сатып жіберуге болады. Вот, осылай сіздерге примерно 3-4 идея осылай шығып кете береді. Қандай пайдалы нең бар. Дальше осы схемамен сіз прогон жасап кете бере аласыздар смело. И потом уже образ создавать ету керек. Мысалға, мен камераға сөйлеген кезде осындай әдемі болып, вау, осындай дауыспен, Нұрсерік, Көптілеу деген сияқты дикторлық қабілетімді қосып кетемін. Ал өмірге келген кезде мен бұлай қатты сөйлемеймін, негізі достарым да біледі, жай үндемей приколсыз әйтеуір бір орташа бір немін. Негізі интровертпін, бірақ та жақын адамдар жақындырақ танысқаннан кейін экстраверт болып кетемін. Тек қана камераға мен осылай жақсы сөйлеймін. Негізі өмірде ондай емес. Бұл образды создавать ету. И потом уже дальнейшем сізге хейт болған кезде, и сізде утешение болады. Бұл менің образыма ғана айтылған. Мен өмірде жақсы адаммын. Жай ғана образ. Образда сізге более бір қосу керек. Харизманы, немесе сәл бунтарды, сіздің өзіңіздің қасиетіңізге, табиғатыңызға сай. Потом уже не қоссаңыз болады. Сәл андай скамейе. Короче, сен білмейшісің ба мынаны? Деген сияқты можно быть, да? Сіздің образыңызға сай, образды қосу керек. Көптеген кәсіпкерлер, көптеген жеке брендті дамытып жатқан адамдар именно бұл критерийға мән бермейді. Бірақ та ол өте маңызды критериялардың бірі болып табылады. Мақсатты аудиторияның портретін құрастырып алу керек. Сіздің аудиторияңыз кім? Мысалға, сіздің аудиторияңыз мүлде басқа адам болуы мүмкін, ал сіз мүлде басқа контент беріп жатсыз. Сіздің мақсат аудиторияңызды толықтай танып, оның портретін құрастыру керек. Сол кезде сіздің әр рилстарыңыз өтімді, оларға бойына тиетін, и оларды триггерить ететін, былайша айтқанда сізге кері байланыс көбірек беретін видеолар туындайды. Ну вот, достар, жеке брендті енді қазірден бастап дамыту керексіздер. Просто мен айтайын, сіздер 2 жыл, 3 жыл бұрын дамыту керек едіңіздер, бірақ кешіктіңіздер деп айтпаймын. Әрине, уақыт өтіп жатыр, бірақ та әлі уақытқа дейін, әлі күнге дейін жеке бренд дамыту бұл актуально. Контент-мейкинг, контент жасау, жоғары чекке шығу актуально. И біз дәл осымен екінші сабағымыздың соңына таяп қалдық. Пайдалы болса, давайте, достар, сторисқа белгілеп, комментарий жазып, кері байланыс берсеңіздер, біз үшін де ол үлкен мотивация болады. Келесі сабақта біз мышление бойынша, мышление миллионера, мышление контент-мейкера, соның барлығын қамтимыз. Прокрастинация, монтажға еріну, сол сияқты тонкий детальдарды, сіздің жұмысыңызға кері әсерін тигізіп жүрген, сіздің жұмысыңызды тоқтатып жүрген, потологыңыздан өсіре алмай жатқан тонкий детальдарды обсудить ететін боламыз. Так что, кет бар, жолыңыз болсын, родной.